сіздермен, құрметті оқушылар. Бүгінгі сабақтың тақырыбы лепті сөйлем. Сөйлем түрлерін анықтап, тиісті тыныс белгісін қоямын, түрлі дерек көздерден мәлімет таба аламын. Бұл біздің бүгінгі сабағымыздың мақсаты. 6-шы жаттығуға назар аударайық. Өлеңді мәнерлеп оқы. Маралдың сұрақтары. Таңертеңмен ойнайтын, ойынға бір тоймайтын, марал деген баланың сұрағы жоқ қоймайтын. Жаңбыр қалай тұрқиып, неге сүйді күн күйіп, аспан неге көкпеңбек, таулар неге тым биік. Осылайша апасын, анасы мен атасын шаршатады қарасаң, бір қызыққа батасың. Төмендегі сұрақтарға жауап берейік. Мәтіндегі қарамен жазылғандар қандай сөйлемдер? Олар сұраулы сөйлем. Осы сұрақтардың жауабын дерек көздерінен іздеп көр, жауабын жаз. 7-ші жаттығуға назар аударайық. Сөйлемдерді көркем жаз. Ағаштың бұтақтарын сындырма, гүлді жолма. Бұл сөйлемдер бізде қандай сөйлем? Дұрыс айтасыздар, лепті сөйлемдер. Келесі 8-ші жаттығуға назар аударайық. Сурет бойынша мәтін құрастырып жаз. Суретке қарап не айтуға болады? Құрастырған мәтінінде лепті сөйлемдер болсын. Құрметті оқушылар, біз не көріп тұрмыз суретте? Дұрыс айтасыздар, шанада сырғанап бара жатқан баланы және оның қасындағы күшікті көріп тұрмыз. Енді осы суретке қарап мәтін құрастырып көрейік. Бүгін ауылға қалың қар түсті. Жауған қарды көрген Әсет. Қандай тамаша көрініс, даланың бәрі сондай аппақ. Далаға ойнауға асыққан Әсет тездете қалың киімдерін киіп, шанасын сүйрете сырғанаққа жүгірді. Күшік Ақтөс те одан қалысар емес. Екеуі кеш батқанша сырғанақта армансыз сырғанақ тепті. Бұл жерде лепті сөйлемдер қандай тамаша көрініс, даланың бәрі сондай аппақ деген екі сөйлем лепті сөйлем болады. Келесі 9-шы жаттығу. Көп нүктенің орнына сұрау не леп белгісінің тиістісін қойып, өлеңді мәнерлеп оқы. Не жомарт? Кім жомарт? Не жомарт? Жер жомарт. Адамзатты асыраған. Не жомарт? Күн жомарт. Жерге нұры шашыраған. Кім жомарт? Ұстаз жомарт. Бар балаға тәлім берген. Кім жомарт? Батыр жомарт. Халық үшін жанын берген. Бұл жерде сұрау белгісі не жомарт және кім жомарт деген жолдарға қойылады. Ал леп белгісі адамзатты асыраған, жерге нұры шашыраған, бар балаға тәлім берген, халық үшін жанын берген деген жолдарға біз леп белгісін қоямыз. Құрметті оқушылар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Егер де сабақ сіздерге ұнаған болса, түсінікті болған болса, міндетті түрде лайк басып, пікір қалдыра кетіңіздер. Және де міндетті түрде арнама жазуды ұмытпаңыздар. Келесі сабақта жолыққанша аман, сау болыңыздар.